Барлықтарыңызға сәлем достар, сендерге бүгін керемет стратегиялар көрсететін боламын. Жалпы бұл екі құралдың комбинациясы сендерге сделка ашатын нүктені тауып беретін болады. Жалпы бізде болады импульс нисходящий, потом барып артынан бізде коррекционный движение болады, иә? И тура солай. Бізде бар импульс восходящий, артынан бізде коррекционный движение төмен кетеді. Жалпы бұл коррекция дегеніміз бұл набор позиций. Бензин жинайды да, ары қарата жолын жоғары жалғастыру үшін. Осы жағдайда біз қолданамыз Фибоначчи стратегиясын, точнее инструментін коррекция по Фибоначчи. Егер де бізде импульс нисходящий болса, то үстінен астына қарай апарамыз. Бірден өтеміз настройки, мына тұрған деңгейлерге галочканы қойып шығасыңдар. Төменгі жақта фон деген жерді алып тастасыңдар болады. Және уровни метки справа менде тұр. Бұл деңгейлер жаңағы біздің коррекцияның белгілі бір деңгейге жетеді де, бойынан төмен кетеді. Енді біз қай уровенің бойынан именно төмен кететінін қарастыратын боламыз. Импульс бізде кетті восходящий. Сызамыз коррекция, точнее коррекция по Фибоначчи астынан жоғары қарата. Вот. Енді мына тұрған деңгейлердің біреуінен бізде бәрібір коррекция тоқтайды да, тренд жолын жалғастырады. Мүмкін ол мына тұрған деңгейден кетіп қалады, былай қарата. Мүмкін мына деңгейден кетеді. Бізге именно қай деңгейден кететінін білу керек. Осы жерде бізде екінші құрал пайда болады. Төртінші бөлімде длинная позиция, короткая позиция деген бөлімде тұрады. Астыңғы жағына түсе бересіңдер. Фиксированный профиль объема осы керек болады. То есть давайте реальный примерді қарастырайық. Мысалы үшін менде кетіп барады қазір тренд восходящий импульс, артынан басталды коррекция, артынан қайтадан кетті импульс. Получается, ең соңғы импульс ол менде міне тұр. Ол менің соңғы импульсым. Бұл импульсқа біз қазір сызамыз Фибоначчи, астынан жоғары қарата апарамыз. Осы жерде апақшы мән берсеңдер, менде ликвидность деген тема бар, мұнда барлығы шешілді, көрсетілді. То есть бұл бізде smart money, зона интереса барлығын тауып, біз сделкалардың санын көбейте аламыз. Егер де сендерге smart money стратегиясы қызық болса, бұл әсіресе криптамен жұмыс жасауға керемет келеді. В принципе, биномада тоже жұмыс жасайды. Біздің курс алсыңдар болады. Жаңа орта, кураторлар, сигналдар, зум арқылы кездесу, бұның барлығы айтылған. Ең төменгі жағынан түсе беретін болсаңдар, бізде курсқа жазылу деген кнопка шығады. Бағасы 109 мың теңге және 220 мың теңге. Толық ақпаратты сендерге біздің менеджерлер тегін түрде консультация арқылы береді. Мына менде соңғы импульс. Сызамыз Фибоначчи төменгі үстіне қарата. И осы импульсқа біз жаңағыдай фиксированный профиль объеманы астынан тағы да үстіне апара саламыз. Осы жерде бізде фиксированный профиль объемында өзінің деңгейлері бар. Бұл жерде настройка өту керек болады. Вах және вал галочка қойып қоясыңдар. В принципе, тұрған уровендер по своему объему торгов. Мысалы үшін біз Фибоначчи сызамыз, так как тренд восходящий, бізге сделканы жоғары ашатын ситуация керек. Ақырын мына тұрған уровеньдар ол келе бастаған кезде, мына тұрған қызыл, көк және фиолетовый уровеньдар олар төмен қарата ауысады. Егер де Фибоначчи деңгейі мен фиксированный профиль объем деңгейі бір деңгейде болса, то это здорово, сделканы жоғары кіре аласыңдар. Вот дәл қазір біздің евро-USD ситуациясы керемет келіп қалды. Мұнда біз не байқап тұрмыз? 0,382 уровень, потом барытына тұрған қызыл уровень. Таймфреймінде 5 минут. Получается, біз қазір аша аламыз сделканы евро-USD шамамен так 5, 10, 15, 20, 30 минутқа 22-30 астыға деп. Идеальная сделка. Көріп тұрғандарында бірінші сделка бізде плюс шықты. Жаңа стратегиямен мен еще дагон алып қойған болатынмын. Жалпы жаңағы сигнал евро-доллар 22.00 астыға деген бізде сигнал берілді VIP каналға. Артынан дагон тоже берді. Оның алдында евро-японская иена. То есть 3 плюса подряд мы уже сделали. Сендер де бұл каналға тегін тіркеле аласыңдар. Ол үшін осы видеоның астындағы сілтеме арқылы Telegram каналға өтіңдер де маған YouTube деген сөзді жерсіңдер. Біз сендерді тез арада қосатын боламыз. Көріскенше сау болыңдар.